Ассалаумалейкум құрметті миллионер. Бүгінгі біздің видеомызда OKX крипто биржасындағы спот грид бот жайлы толық пошаговый инструкция беретін боламын. Егер OKX крипто биржасына ақша толтыру жағын білмейтін болсаңыздар, менде осы бойынша видео бар. Алдыңғы видеомда қарасаңыздар болады. Немесе осы видеоның экранның бұрышына мен подсказка салып қоямын. Сол подсказканы басу арқылы сіздер осы OKX биржасына Binance немесе Bybit арқылы ақша толтыру жағын толық білетін боласыздар. Достар, күздің алғашқы айына байланысты, онымен қоса білім күніне байланысты өзімнің екі оқырманыма әрқайсысына 10 000 теңгеден общий 20 000 теңге сыйлық жасағым келіп отыр. Кішігірім розыгрыш. Бұл розыгрышқа қатысу үшін сіздер ең бірінші осы YouTube арнама тіркелу керексіздер. Онымен қоса осы видеоға лайк пен комментарий жазу керексіздер. Комментарий кез келген комментарий жазсаңыздар болады. Және осы видеоның алдыңғы видеосына, то есть OKX крипто биржасына ақша толтыру жайлы видеома тоже лайк басып комментарий жазу керексіздер. И рандомды түрде осы комментарийдің арасынан тоже любой адамды таңдаймын, бір адамды таңдаймын, соған 10 000 теңге сыйлайтын боламын. Және алдыңғы видеомның арасынан тоже бір комментарий таңдап, сол адамға 10 000 теңге сыйлайтын боламын. То есть комментарий свежий болу керек. Осы видеодан кейін шыққаннан кейін бар уже комментарий жазылу керек осы екі видеоға да. Соған байланысты мен кішігірім сіздерге сыйлық жасағым келіп отыр. Ал сыйлықтың жауабын примерно ориентир бойынша 10 қыркүйек күні өзімнің телеграм каналымда шығаратын боламын. То есть жеңімпаздарды шығаратын боламын. Сол жақтан уже сіздер маған байланысқа шықсаңыздар болады. Ал достар, видеомызды бастамай тұрып, осы видеоны достарыңызға таратып отырыңыздар. Лайк, колокольчик, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Достар, егер сіздерде OKX крипто биржасында аккаунттарыңыз болмаса, мен осы видеоның описаниясына сілтемесін қалдырып өтемін. Сол сілтемені басу арқылы сіздер максималды бонус пен скидка аласыздар. Аккаунт ашу өте қарапайым. Сілтеме арқылы өтесіздер, сол жақтан создать аккаунт басасыз, ары уже толтырып, айтқанда почта, пароль жазып, уже қосымша верификация өтесіздер и безопасность орнатып, осы OKX крипто биржасын толық қолдансаңыздар болады. Сонымен достар, сіздер мені OKX крипто биржаның аккаунтында отырсыздар. Осы OKX крипто биржасына ақша толтыру жағынан проблема болмайды деген ойдамын. Себебі мен алдыңғы видеомда Binance биржасынан және Bybit биржасынан әртүрлі желімен, әртүрлі сейт арқылы осы OKX крипто биржасына ақша толтырған болатынмын. Примерно мен плюс-минус $1000 толтырдым. И онымен қоса осы $1000 бізде осының ішінде торговый деген счет бар. То есть торговый счетта бізде ақша жату керек. Енді қараңыздар, менде ақша толтырған кезде ақша бізге основной счетқа түскен болатын. То есть бізге ботты қосу үшін біздің ақшамыз торговый счетта жату керек. Торговый счетқа қалай аударамыз? То есть сіздер пополнение жасадыңыздар, сіздердің ақшаларыңыз основной счетқа келіп түсті делік. Осы основной счеттан біз неге аудару үшін торговый счетқа біз жоғары жақта перевод деген бар. Сол переводқа басамыз. И осы жерден бізде жоғары жақта основной деп тұрады, астыңғы жақта торговый деп тұрады. Мына жақтан бізде стрелканы бассаңыздар, орындар ауысады міне. Осыны бізде ауыстырып, жоғарғы основной, астыңғысы торговый қоямыз. Одан кейін бар төмен жақта монета актив бізде USDT, и төмен жақта бізде максимальный кнопкасын басып, и толық сумманы біз аударамыз. То есть подтвердить басамыз. Подтвердить басқан кезде бізде бүкіл сумма основной счеттан торговый счетқа келіп түсетін болады. Қазір уақытта мен торговый счетта примерно $1010 жатыр. Енді мен қазір сіздерге осы ақшаға қазір бот ашатын боламын. Ботты негізінен мен бүкіл ақшаға ашпаймын, себебі қазір нарық құлауда. Сол себепті кішкентай ғана суммаға ашып, сіздерге осы ботты ашып и өшіріп көрсететін боламын. Так, бізде торговый счетта ақша жатыр. Одан кейін барып біз главный экранға басамыз. Міне, главный экранға өттік. Одан кейін барып сол жақ жоғарыда бізде кубик рубик деген бар. Үстінен басамыз. Кубик рубик сіздерге түсінікті болады деген ойлаймын былай. Сосын барып осы жақтан біз бот деген таңдаймыз. Міне менде бот үй деп тұр. Егер мына жақтан сізде болмаса төмен қарай түсіп іздеп алсаңыздар болады. Міне бізде бот үй. Осыған басамыз. И осы парақшадан бізде қарасаңыздар, алдымызда спотовый грид бот деп тұр. Фьючерстің грид ары кете беретін боттар. Основной біз қолданатын бұл спотовый и фьючерстің грид бот. Әрине сіздердің сұраныстарыңызға байланысты көп просмотр болса, көп лайк болса, мүмкін басқа боттар тоже қарастыратын боламыз. Бірақ енді мен өзім OKX биржасында активно бұл боттарды қолданбаймын. Мен основной боттарды Bybit биржасында немесе Binance биржасында қолданамын. Сол жерде сол биржада біз алдағы уақытта қарастыратын боламыз. Егер әрине спрос көп болатын болса, лайк көп болатын болса, просмотр көп болатын болса дегендей ғой. Так, мына жақтан біз спотовый грид бот деген таңдаймыз. Спотовый грид боттың үстінен басамыз. Так, мына жақтан байқасаңыздар, бізде міне өзінің кішігірім OKX биржасында айырмашылығы бар. Мына жақтан бізде 3 кнопка, біреуі искусственный интеллект, мына жақта lead форма, и мына жақта то есть lead боты и ручной. Ручной Bybitте мысалы настраиваемый деп аталады, мына жақта ручной.
и лид форма мына жақтан бізде басқа боттарды скопировать алсақ болады. Мына жақта даже уақыттары өте алыс, бір жылдан астам уақыт жұмыс жасап жатыр. Осыларды біз скопировать алсақ болады. И мына жақта искусственный интеллект. Так, біздің жақтан основном бүкіл боттарды біз ручной қолданамыз. Негізінде маған қызық осы искусственный интеллект негізі для теста қолданып көрсеңіздер негізі болады. Просто для теста искусственный интеллект басасыздар и сол тұрған настройкамен қосасыздар и көрсеңіздер болады қалай сізге нәтиже береді. Ради интереса көрсеңіздер болады. Мен пока көрген жоқпын. Негізі алдағы уақытта көретін шығармын, скорее всего Bybitпен. Так, мына жақтан біз ручной басамыз. И мына жақтан бізде мысалы биткоин үстінен басып, тоже кез келген монета таңдаймыз. Негізінде естимін былай спотпен сделка ашқан кезде біз көбіне биткоинмен ғана ашамыз дейді. Негізінде олай емес. Биткоинмен де ашсаңыз да болады, эфириуммен немесе басқа да фундаменталды монетамен аша берсеңіздер болады. Мен фундаменталды монета негізі там Arbitrum, Optimism, Zervo, там и TWT деген бар. То есть жақсы монеталар негізінде бар. Avalanche, Toncoin, Solana деген сияқты. То есть бұлардың барлығы негізі жақсы монета фундаменталды. И тек қана биткоин емес, онымен қоса осы монеталарды тоже аша берсеңіздер болады. Енді қараңыздар, бұл жақта мен сіздерге өзім жиі ашатын бір монета бар. Zervo монетасы. Қазір уақытта мен негізінде Zervo монетасын тоже ашып жүрмін Bybitте. Так, Zervo USDT үстінен басам. Қазір Zervo монетасы бізде құлауда. Міне бізде бағасы, қазіргі бағасы 8-де 48 болып тұр. 3.85 болып тұр екен примерно. И мына жақтан достар кішкене графика жағынан сәл айырмашылық бар. Мысалы біз мына жақтан свечканы басатын болсақ, бізде полностью экран несі шығады. И мына жақтан біз уже экранда қозғалтып не істей аламыз. Бір шетінен ыңғайлы әрине. Бірақ маған кішкене бұл үйреншіксіз болып қалған, бірақ тоже прикольно. Басқа биржаларда жартылай шығатын болсын, мына жақтан полностью экранға бізге осы графика шығатын болады. Өзіңіз таңдап қарасаңыз болады. Мысал ретінде мына жақтан біз қарадық, и төменгі жақта торговать дегенді басамыз, обратно бізге осы жаққа аударады. Мына жақтан біз ручной басамыз и өзіміздің диапазонды қоятын боламыз. Негізінде менде диапазон бойынша достар уже видео сабақтар бар. YouTube'дан қарасаңыздар болады, қайталап, то есть бір ақпаратты сіздерге қайталай бермеймін. Мына жақтан біз төменгі диапазон мысал ретінде 3 деп қоямыз. То есть төменгі жаққа $3 түскенге дейін бот бізде сатып алып жұмыс жасайтын болады. И жоғары жағын пример ретінде мысалы 5 деп қойын. Міне былай қоямыз. Енді бұл жақта достар қатықпаған баға жоқ, сіздер сұрақ қоятын шығарсыздар, мысалы не үшін 3-те 1 деп қоймадың, немесе не үшін 3-те 3 деп қоймадың. Негізінде болады достар, то есть бұл жақта запрет жоқ ешқандай, осындай қойған дұрыс, осындай қоймаған дұрыс. Әрине спот болғасын біз арасын чуть-чуть алыстатып қоямыз, себебі біз спотта ұзақ мерзімге ашамыз. Себебі бұл баға қазір уақытта 3-те 8 болып тұр, и баға тағы құлайтын болса, мысалы 3-те 5, 3-те 2-ге құлауы мүмкін. Даже 3-ге дейін құлауы мүмкін. То есть даже запаспен сіздер егер 3-ге дейін құлайды деп қорқатын болсаңыздар, 2-де 9 алып қойсаңыз осы запаспен, чтобы бот просто босқа тоқтап қалмасын. Сол себепті бұл жақта бір запрет жоқ қандай. Что мынаған қойған кереміз, мынаған қоймаған дұрыс деген секілді. Осы мен өзім сөйтіп қоям. Мысалы төменгі жағын кішкене запаспен, үстіңгі жағы не, мысалы мына жақтан тоже мен 3 деп тұра берсін. 3 и мына жақтан бізде 5 болып тұра берсін. Негізінде өздеріңіз қалайсыздар, қанша уақытқа қалайсыздар қойса берсеңіздер болады. Даже мына жақтан 1 мен 10 деп қойсаңыздар болады. Бірақ әрине уже сетканың арасы дәурек болады, и оған көбірек ақша керек болады. Мына жақтан бізде 3 пен 5 деп қойдық. То есть осы екі аралықта бізде баға жұмыс жасайтын болады. То есть бот осы төменгі диапазон, мынау 3, 5 жоғарғы диапазон. И осы диапазон арасында баға жүретін болса, қазір уақытта бізде баға 3-те 86 болып тұр. Диапазоннан біздің бағамыз шығатын болса, то есть там мысалы осы Zervo бағасы 2-де 9 болып кетіп қалатын болса, біздің бот просто тоқтап қалады. Болды, басқа ешқандай не болмайды, минусқа жабылмайды. И немесе жоғары шығып кететін болса, біздің бот плюспен тұра береді. 5-тен асып кетсе, потом өзіңіз жаба саласыз. Төменгі жақта бізде сетка қоямыз. Сетка бойынша жақтан бізде екі вариант бар, арифметический және геометрический. Но негізінен геометрия бұл айтқанда сетканың арасы бірдей болып тұрады. Бірдей болып тұрады, ал арифметикада кішкене бір сетка алысырақ, бір сетка жақынырақ деген сияқты. Бірақ табысқа ешқандай әсер етпейді. Мысалы мен өзім көбінесе геометрия қоямын. Геометрия маған әр сетканың арасы бірдей болып тұрған кішкене ыңғайлы. Кстати, осы бойынша мен Bybit'тен байқамадым. Bybit'те тек қана фьючерсте осы бар ау деймін. Немесе мен қателесем бе тоже. Егер Bybit'те тоже бар болса, спотовыйда тоже комментария жазып қойыңыздар.
И мына жақтан бізде минимальный сетка 2-ден бастап 300-ге дейін қойсақ болады. Әрине сеткаңыз көбірек болған сайын ақшамыз да көбірек. Мысалы мен мына жақтан давайте бірінші 50 деп қояйын. И сумманы қараймыз, қанша сумма салу керекпіз. Төмен жақта қарасаңыздар, біздің минимальный суммамыз примерно $183 екен. Енді мен мына жақтан 50 емес, мысалы 100 деп қоямын. 100 деп қоятын болсам, біздің минимальный суммамыз 368 болып тұр екен. Мысалы менде қазір уақытта $1000 бар. Мысалы сіздер $2000 болсын, біріңізде $5000, $10000 болса, сетканы өзіңіздің суммаңызға байланысты көтеріп қойсаңыз болады. Егер менде мысалы $1000 болса, мен логично сетканы максимально қойып көремін қазір. Міне 300 деп қоям. И бізде минимальный сумма мына жақтан, так, қателеспесем, бізде қызыл жанып кетті. Давайте оны мен ана 300 емес, давайте хотя бы 200-ге апарайын. И минимальный сумма бізде қанша болып тұр? Міне 1111 екен. Мен ақшам жетпейді. Сол жерде мен аяқта 200 аламын да 180-ге түсірем примерно. Осы арқылы сіздер өздеріңіздің бар суммаларыңызды сеткаға байланысты ыңғайластырасыздар. То есть менде қазір уақытта $1010 болып тұрса, мен оған $1010 сыйлатындай, $1010 салатындай сеткамды өзгертіп қою керекпін. Мысалы 190 деп қоям. 190 болса, мен минимальный $1058 сала алады екенмін. Сол жерде мен 1090 емес, 1085 деп қояйын. Міне 1029 ақша салады екен. Жоқ, 85 емес, 83 деп қояйын. Так, 1018, 81 деп қояйық. Міне 1007, то есть $1007 мен сала алады екенмін. Давайте сіздердің алдарыңызда мен тоже 1007 емес, 1010 деп бүкіл сумманы салайын. Міне осылай басында мен азғандай сумма салам деп, бұларны барлығын салып жібердім. Міне $10 салдық. Негізінде суммаға байланысты өздеріңіз осы сетканы қоясыздар. Біреулеріңізде $500 болса, сетканы максимально алып келіңіз, что $500 сіз сала алатындай. Немесе сізде $5000 болса, сетканы максимально көтере беріңіз. Пока $5000 шейін сізде осы бюджет салуға мүмкіндік беретіндей деген сияқты. То есть сетканы біз айналдырамыз, чтобы біздің суммаға тепе-тең болатындай. Біздің суммамыз $1000 болса, сетканы осы $1000-ға жақындап әкелдіңіз. Немесе сіздің $5000 болса, $5000-ға жақындап әкеліңіз. Немесе сізде ақша азырақ болса, әрине сетканда көлемі азырақ болады. И осы жақтан біз уже төмен жақтан создать ботан басамыз. Осы жақтан бізде бот создын и подробно басамыз. Міне көрдіңіздер, бізде бот іске қосылды. Енді сразу қосылған кезде бізде тағы кішігірім комиссиясы бар. И сразу бізде қазір минус болып тұрады. Міне минус пока 1 болды. Енді бізде осы спот болғандықтан баға бізде жоғары қарай өсе беретін болса, біздің табыс та өсе береді, и боттың да жұмыс жасауы өсе береді деген сияқты моменттері бар. И төмен қарай түсе беретін болса, қазір баға мысалы төмен түсіп бара жатыр, и біздің бағамыз ақырындап көтеріліп жатыр. Давайте мен бұны көп ұстамай ақ қояйын, себебі мен өзім где-то Zero монетасына Bybitте ашылып тұр. И осы жерде мен сіздердің алдарыңызда ботты қалай жабу керектігін көрсететін боламын. Негізінен яқта барлығы түсінікті достар. Сіздер ботты қосқаннан кейін барып, біраз уақыт күтесіздер, немесе бірнеше күннен кейін барып қарасаңыздар, боттың толық уже статистикасын барлығы шығатын болады. Яқтан міне былай жылытсаңыздар да болады, толыққанды историясын барлығын қарап шықсаңыздар болады. Яқтан каждыйына кіріп қарауға болады. Информация яқта. И яқта панел біздің табысымыз. Міне қараңыздар, яқтан бізде қазір уақытта баға минус $3 болып тұр. Ладно, сіздер үшін қазір ботты минусқа жабатын болам. Егер сіздер ботты қосқан болсаңыздар, сіздер ботты ешқашан минусқа жаппаңыздар. То есть қостыңыздар ма, минус болса күтесіздер. Плюсқа шыға ма, жабасыздар. Ботты қалай жабамыз? Өте қарапайым, төмен жақта бізде стоп деген кнопка бар. Давайте мұнда бір сіздерге ботты жаппай тұрып, осы нені ботты қалай табамыз? Мысалы сіздер ботты қостыңыздар, шығып кеттіңіздер, и асо байқаламай кеттіңіздер мысал ретінде. И OKX-те бір ыңғайсыздығы, яқтан бізде активе бөлімнен осы яқтан боттың қосылып тұрғанын көре алмайсыздар. То есть арнайы бөлім жоқ, что торговый бот деген сияқты. Мысалы Bybitте шығады сондай торговый бот деп. Яқта ондай көрсетіп тұрған жоқ бізде. Сол жағы ыңғайсыз. Сол себепті біз ботты көру үшін яқта главныйға кіреміз. Сол жақ жоғарғы бұрышта кубик рубик дегенді басамыз. И яқтан біз бот деген үстінен басамыз. Кішкене ыңғайсыз OKX биржасына осы жағынан. И жоғары жақта бізде ең жоғарына көрініп тұр. Мысалы торговый бот деп тұр, и біздің салған ақшамыз көрініп тұр. И яқта бізде сегодня деп тұр, соның үстінен бір рет басам. И міне бізде осы жақтан уже ботымыз несі көрініп тұр. Бүкіл статистикасы бізде минус болып тұр. Үстінен бір рет басам, міне бізге осы жерге ауыстырды.
И бұны мен қазір жабатын болсам, төмен жақта спот дегенді басам. Ең жоғарында бізде остановить бота и продать zero деп тұр. То есть осыны басамыз. Төмен жақта бассаңыз сіздер zeroны сатпай қалады. Осыны сатамыз, біз бүкіл барлығын сатып, бізге чисто ақша юзетімен келіп түсетіндей. Осыны басамыз біріншісін и төмен жақта подтвердить. Бізде қазір скорее всего минуспен жабылу керек. Міне минус $6 жабылды. То есть сіздер үшін видео түсіру үшін примерно бір 3000 теңге ақшам кетті десек болады. Міне ботты біз жаптық, осылай сіздер ботты өшіріп, қосып жасасаңыздар болады. Ал достар, міне сіздердің алдарыңызда біз OKX крипто биржасындағы спотовый грид ботты қосып және өшірдік, и онымен қоса сіздермен бірге минус $6 жоғалттық. Енді сіздер үшін контент үшін минус $6 примерно 3-4 теңге қатты не жалко. Сол себеп сіздерден от души лайк, подписка басып қолдап отырасыз деген ойдамын. Және де розыгрыш тарататын боламын. Розыгрыштың шарттарын ұмытпаңыздар. Бастапқы видеода уже айтып өткен болатынмын. Достар, егер сіздер крипто саласын бірге бір онлайн форматта үйренгіңіз келсе, маған жекеме телеграмға жазыңыз. Сол жақтан мен сіздерге толық ақпарат беретін боламын. Енді инстаграмға жазсаңыздар болады, бірақ инстаграмға мен кішкене жиі жауап беремін, чем телеграмға қарағанда. Сол себепті төмен жақтан менен жеке телеграмма тауып, сол телеграмға жазсаңыздар болады. Телеграм логинім Зе Құлымбет. Сол жаққа маған жеке телеграмға наставник сөзін жазыңыз. Сол арқылы мен сіздерге толық қосымша ақпарат беретін боламын. То есть крипто саласы бойынша мен сіздермен индивидуально бірге бір онлайн форматта жұмыс жасайтын боламын. Қысқаша достар, осылай. Егер қосымша сұрақтарыңыз, түсінбеген жеріңіз болса, біздің ашық чатқа жазсаңыздар болады. Бізде телеграм ашық чат бар, онымен қоса телеграмға пайдалы ақпараттар тоже салып отырам. Және осы ютубтың астына комментарий жазып, розыгрышқа қатыссаңыздар болады. Сіздермен болған мен Зе Құлымбет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Барлығымызға чики-пау.